Құрметті студенттер, ұстаздар, ата-аналар. Сіздерді биылғы егемендік еліміздің 29 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Елбасымыз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтып кеткендей, бұл егемендік еліміздің темірқазығы деп айтамыз. Сіздерді осы мерекемен құттықтай отырып, сіздерге мол бақыт, зор денсаулық, үлкен табыс тілеймін. және білім алушы жастар, халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған арманы тәуелсіздігімізге 29 болып отыр. Еліміздің гүлденіп өркендеуінде аянбай еңбек етіп отырған барша қазақстандықтарды атаулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Қандай дүние жетеді балауыңа, бәрі сенсің жанутан қалауыңа, өз бейнеңде әлемде тұр танылып, Қазақстан гербі де жалауы. Мереке құтты болсын. Тәуелсіздік. Еркіндігім, қасиетім қастерліп,
Өзің барда өзегімде жоқ жерім оң. Кеше сенің келбетіңді арман қып одамына бұғауландық біз келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт көраған қоғамда өзіме өзмегей болам ба? Алшаң басып жүр алмаса алталаш, азаттығым қадірінде жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр таңы аманат қой саған, маған, оған. Құрметті Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің аяулы ұстаздары және де студенттер. Сіздерді бүгінгі келіп жеткен 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрқашан көңілдеріңізден күлкі кетпесін. Елім деп елінің ертеңін ойлайтын елеулі азаматтарымыз көп болсын. Кешегі батыр бабаларымыздың ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен келген, кешегі желтоқсанның ызғарымен келген тәуелсіздіктің қадірін біле білейік. Және де тағы да бір айта кететін мәселе, бес саусақтай бірігіп, жұдырықтай жұмылсақ қана ерлігіміз бен елдігімізді бүкіл әлемге паш ете аламыз. Барлықтарыңызға тағы да бір мәрте тәуелсіздік мерекесі құтты болсын.